Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін екінші қызым Ақерке екеуміз өте керемет қызықты челлендж ойнайын деп жатыр. Ол челлендждің аты я немесе жоқ деп аталады. Бір-бірімізге 10 заттан жасыратын боламыз. Мен қазір қызым Ақеркеге 10 зат жасырамын. Сол 10 заттың ішінен я жоқ дейді. Одан кейін Ақерке маған жасырады. Сонда өте қызықты челлендж ойнаймыз. Қазір біз Магнум супермаркеттеміз. Ендеше соңына дейін тамашалаңыздар. Достар, біз Слифа ойнайын деп жатырық. Кім бірінші таңдау керектігін қарастыратын боламыз. Ал ендеше кеттік. Тоқта. Слифа. Ойбай. Давайте тағынан. Нандай. Болды, давай кеттік. Давай сен істе. Слифа. Ондай жоқ қой. Нандай ма? Ойбай, давай. Қақтан білейін. Слифа. Ойбай, Ақерке бастайын деп жатыр. Ендеше достар, қарап отырыңыздар, өте қызықты болады қазір. Түрлі заттардан жасыратын боламыз. Өте қызықты болу үшін қазір мен Ақеркенің ұнатпайтын бір затын жасырғым келіп тұр. Давай арт қарап жүре берсен. Так. Жүре бер. Қазір мен мына жақтан жасырам. Жүре бер. Қатты алысқа кет қалма. Не жасырсам екен достар. Бірдеме жасыру керек болып тұр. Мейлі бастамасына қызық болсын, я. Кішігірім бір таттыма жасырайын онда. Альбини бар екен. 239 теңге дейді. Осыны жасырсам ба деп тұрмын. Ақерке. Қайда кетті екен? Так, арт қарап тұр. Жасырамын, кетпейміз. Я или жоқ? Даусын шығар. Қара. Ұнамады ма не? Ұнаса эмоция білдірмейсің ба енді? Маған Альбини онша ұнамайды. Не қой деп қалдым. Орнына тұз әкет бермеппін онда. Альбини аламыз. Әне, Альбини алды. Я деді. Бірінші зат кетті. Енді тағы да кеттік. Жүре бер. Так, жүре бер. Іштеме қарауға болмайды сен. Не алатынды біліп қою мүмкін. Сондықтан да еш қайда қарама. Қазір мен тағы жасырам. Достар, мен ана жаққа қызымды бір жерге әдейі тұрғызып қойдым. Неге десеңіздер, ол мен не алатын, не қандай зат алатынды білмеу керек. Сол үшін да мен аралап жүрмін да. Қазір енді су көрсем ба деп тұрмын. Осы Буратинаны жақсы көреді. Осы Буратинаның легенда деген алғым деп тұр. 325 теңге екен. Осыны алып қазір жасырамын. Ал менің қызым қазір басқа жақта тұр. Сол жаққа мен қазір баратын боламын. Қарап отырыңыздар, өте қызықты болады қазір. Қарама Ақерке. Қызымды мен осы жаққа тұрғыз кеткем ғади. Өйткені мен мына жерлердің барлығын аралап қойдым. Не алатынды білмеу керек қой. Я или жоқ? Жоқ, точно, я? Давай, қара. Күшті, мынандай заттан айырылып қалдың Ақерке. Тағы да жасыраңыз. Үшінші зат кеткенді. Достар, мен қазір қызықты болу үшін осындай сухофрукти, осындай жеміс-жидектер, сухофрукти деп, мынау жеміс-жидектер, не болмасам картошка или пияз апаруым керек болып тұр. Қызық болу үшін. Қайсысын алып барсам екен? Білмей тұрман. Банан апарып көрейін ба? Банан алып көрем ау дейм, достар. Қалай қарайсыздар? Банан алсам бекен. Әлде қызықты болу үшін. Так, тұз алсам бекен. Тұз іздеп көрейік қазір енді. Достар, мен ана тұзды таппай кеттім. Тұз жасырсам ба дегенім қызықты болу үшін да. Сонымен енді тұзды қазір тапқан кезде жасырам. Қазір осындай булочкама жасырсам ба деп тұрмын. Жақсы көрем екен ана жүрек. Қазір көреміз енді. Міне, осыны жасырамыз қазір. Так, бұл 135 теңге тұрады екен.
Қызымды мен қинап қойдым ғой, бір жерге тұрғызып қойдым. Ал, алып келдім. Я или жоқ? Ішін ашып көр. Бұл қарны ашатқанын білдім ғой мен. Біз өткен бағана бері базарда жүрміз. Барыс базардан шығып Магнумға кеттік. Кән көрсетші. Осын қалаға тұрып, Қарның ашып тұрған беді. Кән көрсетші үшін. Ән, естак. Осындай жүрекше булочка алды. Бұл үшінші зат болды. Енді төртінші зат, жасыратын затты тез барып алып келмейші. Қане, онда осы жерде тұра бер, мен қазір келем. Ал, ендеше мен қызыма бүгін бір қызық нәрсе жасырғым келіп тұр. Тек қана тәттілер емес, арасынан осындай нәрселерді жасырсам да деп тұрмын. Қазір мен кетчуп алып барамын. Қазір көреміз. Болгарский дейді. Маған негізі шашишн ұнайды. Мен қызыма да сол ұнайды. Көреміз. Міне. Шашишн дейді. Осын барып қазір жасырамыз. Мен арқама тығып келе жатырмын да затты. Арт қарады ғой. Дей көріп қоймасын деп. Ақырке, иә или жоқ? Тесіз. Не деп ойладың негізі? Ойыңды айтшы. Не деп ойладың? Білмеймін. Тәтті деп ойладың ба, или ащы деп Нәрсе деп ойладым. Как раз иде жатам. Негізі сен кетчуп жақсы көресің ғой. Адамда да кешке де жей береді осын, білмеймін не ақ екен. Енді қазір нешінші зат жасырамыз? 5, я? 5-ші зат. Біреуіне жоқ деп. Жоқ дедің ба? Давайте кеттім Ол мен. бізде врачина. Давай, арт қарап тұр. Мына жерде мен тұз таптым. Ана. Так, бұның ценасы жазылмапты. Йотталған 47 теңге де ма? Арзан екен ғой, я? Тұз жасырсам ба деп тұрмын ғой, қыздар. Так, бұны емес, мен мұнан алғым келіп тұр. 74 теңге дейді. Осы тұз жақсы сияқты, мен қазір осын жасырам. Ұя дей ма? Жоқ дей ма, оны көреміз қазір. Ал, я или жоқ? Даусын шығар, тесіз. Қызықты болу үшін осылай жасырайым, енді қызым көңілге түсіп кетті ғой қызым. Біз негізі бір тәтті бір әшеден жасырамыз дегеніміз әртүрлі қылып. Бұл әші, аналар тәтті. Бұл енді қазір нешінші ойын? 7-шісіне кетті, я? Жоқ, 7-шісіне кетті. 3 қалды ғой. Кеттік ендеше достар. Енді ол жағын айтамайын, не жасыратынды. Қызымның түрін көріп, жаным ашып кетті ғой. Так, басқа нәрсе апарайын енді. Осындай не алсам ба деп тұрмын, чипси. Так, қайсысын алсам екен? Так, 435 теңге екен. Қай түрінен алса екен, достар? Айтып кетіңіздер. Мен алсын көрейік, я? Осын жасырып көрейік. Зеленый осын жасырамыз енді қазір. Кеттік ендеше. Алып келдім ән. Қарама, қара olmaydı. Я или жоқ? Ащы, тәтті, енді аралас енді. Точно? Қарай бер. Ән, өзім жақсы көретін нәрсесіне екен. Ұрза болдың ба? Тұздан кейін чипси күшті кетті ғой, я? Енді нешеу қалды? 2 қалды, я? 2 қалды, енді кетті мендеше. Осы жерде тұр, қазір келем. Қай жерде конфеттер бар екен. Конфет чупа-чуп жасырсам ба деп тұрмын. Қос болып жүрсін, 2 жасырып көрейін. Қос 2. Не дейді екен, көреміз. Келдім ақырге, арт қарап тұра бер. Я или жоқ? Точно? Жоқ, болды уже, я деп қойдым. Біріншісінде қалай сол? Точно я ғой, я? Давай қара. Біреуі кімге? Біреуінің де сіңілісі бар ғой. Сіңілісімен үніне берем. Өзіңе емес па? Күшті молодец. Күшті заттар тұр. Бұл өзіне де, сіңілісіне де, енді әпшесіне бір зат алу керек. Альбине де бар екен әпшене. Біреуін чипси өзіңе алсаң.
Достар, пияз жасырайын десем, білмей тұрмын. Қалай болар екен. Мейлі, пияз емес. Семечкой или болмасам. Мен қызым негізінде ана не жақсы көреді. Қазір көрсетем сіздерге. Ролтон сияқты бар ғой, ширак сияқты. Да ширак дегенім, ширак дегенім. Соған барып іздеп көрейік енді қазір. Соны жасырып көрейін. Мен мына жерге келдім йогурттарға. Йогурт жасырсам бекен екеу. Әлде биос ала салайық, достар. Мына жақта жақ. Так. Нижний 109 теңге дейді, 147 теңге. Услади дейді. Биос жасырып көрейін. Қалай болады екен? 409, әртүрлі жазыла беріп ценалар. Ал, теріс қарап тұра бер. Я или жоқ? Көріп қойған жоқсың ба? Ол тез. Жоқ, қара. Әнің жақсы көретін неден айырылып қалдың ғой. Ал біз достар 10-шы затымызды жасырып болдық. Ендеше менің анама заттар жасалатын боламыз. Так, бізге енді қызықты болу үшін бұлай жасайық, ә? Мен 10 заттың 5-еуіне жоқ деймін, 5-еуіне иә деймін. Сол кезде қызық болады да. Солай жасайық, ә? Давайте онда кеттік ендеше. Достар, енді менікін көреміз. Ал достар, мен мамам кетті. Неяқта бір нәрсе алғым келіп тұр. Өйткені аналарға арналған стастық. Так, маскалайын, давайте, достар. Мен осы масканы қолданып көрген, сондықтан да осы масканы аламыз. Мама я дейма, жоқ дейма. Ал біз кеттік. Ал мамаға баратын мынандай тағы. Мама, я или жоқ? Я. Біріншісіне я дейміз. Маска ма? Маған үнемі қыздар маска жағыңызшы, маска қолданыңызшы дейді. Ал мен қолданбайтын едім. Рахмет, мен ойлағаным үшін қызым. Біріншісінде мен я дегім келді. Күшті маған ұнады. Екіншісінде не болатынын айтпаймыз. Ал біз кеттік. Біз ондай нәрсе алдық. Мама, я немесе жоқ? Я дегім келді. Болды. Жаңа ағырке судан ойбу айырып қалдым деп атыр еді мен. Күшті ғыны. Мынау новидан көрмеппін бұны. Бұл фанта, бұны тапқан адамға приз береді. Қандай дәммен екен? Біз сонан дәмін үйге барған соң айтамыз, достар. Видеоның соңына дейін қарап отырыңыздар. Бұл біздің екінші затымыз, ал біз үшінші затқа кеттік. Сондай алдым. Мама, я или жоқ? Жоқ. Чим-чим. Я дейсам аппым ғой, неге десеңіздер, морковшы салат қана чим-чимді қосатын едім. Нағыз маған керек еді. Енді өкінішке орай, мейлі. Келесі 4-ші затты маған жасыратын болады. Ендеше кеттік. Ал достар, енді ойлай алдым. Мама, я немесе жоқ? Жоқ. Мындай тәттіден айырылып қалдым, достар. Мен не жақсы көретін білесің бе ағырке? Соны жасырсам күшті болар еді. Ал біз енді 6-шысына кеттік. Біздің келесі затымыз осындай. Мама, я немесе жоқ? Мен неше ям қалды? Екеу-ақ. 3 жоғым қалды ма? 60-сын жасырасың, я? Жоқ. Тук. Туға келген екен ғой. Я демеппін ғой мен. Екінші қызым, үшінші қызым Раянам жақсы көретін еді мен тук. Бәрін қыздар ұнап жатыр, мама. Мен жақсы көретін тапсаң күшті болар еді. Ал достар, біз енді 7-шісіне кеттік. Мам, я немесе жоқ? Я. Кішке шайға ішеміз. Жейміз. Ал келесі сат істейміз, атқарамыз. Мен қызым сразу 4 сатқа әкелді, жасырамын дейді. Уақытты созбай бәрін әкеліп алам ғой. Ал бізде келесі зат. Келесі давайте нан істейміз. Мама, я немесе жоқ? Жоқ.
Мен негізі кофе жақсы көретінім. Мейленді бопты. Ал келесі. Так, даты Мұхаммедтің бізде мынандай. Бізде бұл 9-шысы. Я немесе жоқ. Я. О, Балама. Күшті. Қуанып қалатын болды балама. Ал келесі 10-шы зат, соңғы зат бізде. Бұл бізде тоже шайға ішетін. Анам бәрін қоямыз. Мама, я немесе жоқ. Қалай айтсам екен соңғысын. Қандай зат не келтірші? Айта алмаймын. Біреуін таңдайын. Бола ма достар не келтірші? Ашили тәтті ғылайды. Тәтті нәрсе. Ян тәтті ма? Ол жағын айта алмайды екен бірақ. Дай, мама, үшкенін сенем. 1, 2, 3. Жауап айтыңыз. Сен айтшы, яғни жоқ деймін ба? Білмеймін. Айтсын. Жоқ. Я. Жоқ дедіңіз. Біріншісін жоқ дедім. Мейлі, енді жоқ болды. Біріншісіне қайсыны айтасың соңғысы ғой? Ал бізде бітті. Ал ендеше бізде бітті. Достар, мінекей. Осынша зат алдық, қараңыздар. Қазір барғаннан кейін, үйге барған соң, кім қайсы затты таңдағанымызды көрсететін боламыз. Менің қызым қарны ашық булочканы жеп жатыр. Бұл булочканы кім таңдаған еді Ақерке? Ұмытып тұрмын. Сөз маған. Менің кім еді? Өзің таңдадың, я? Мен жасырғаннан, я? Иә. Үйге барған соң кім қайсысын таңдаған сіздер көрсетемін. Мынау Ақеркенің өзін таңдағаны. Ал достар, біз үйге келдік. Жақынырақ түсіре бер. Міне келген затымызды. Мына затты чипсиді кім алды? Мен алдым. Ала бер. Мынаны? Мен Мама алды. Менің алған затым. Масканы да менің таңдағаным. Кекс та менің таңдағаным. Кетші. Менікі. Ақеркенің таңдағаны. Өзің заттарын жинап отыра бер. Тоз менікі. Ең ұнатпағаны ғой менің түрі өзгеріп кеткен. Агушаны мен таңдадым. Альбиниді Ақерке таңдады. Семечкеде мен таңдадым. Сосын әрбір чупа-чупсты сөйлей алмай қалдым ғой. Сен, я? Ақерке таңдады. Достар, жаңа жолда булочканы жеп қойды. Сонымен осылардың тура келіп жақыннан түсіре бер. Тура осылардың бағалары барлығы общий цена 3508 теңге болды. Мінекей, 3508 теңге. Достар, осындай қызық болды. Енді мына фантаны жаңа ішіп көрдік. Неге ұқсайды екен? Карамель дәміне ұқсайды. Фанта компаниясы көріп отса, біз дәмін таптық. Қарасаңыздар, достар, тураны түсі менің қызымның футболкасының түсі ғой. Дәмі қандай екен? Күшті ме екен? Нен дәміне ұқсайды, Райна? Айтшы, нен дәміне ұқсайды? Мінекей, назаттардың барлығы менікі. Кіммен бөлісесің енді? Я соны айтатын футболкасын свет. Ақерке кіммен бөліседі екен? Мен наның біреуін Раянама берем. Біреуін Неге ма? Өзің бе? Біреуін ініме беремін. Мұхаммед. Ал ендеше достар, осымен біздің видеомыз бітті. Келесіде қандай видео түсірейік? Комментарий қалдырып отырыңыздар. Ендеше келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.